қажетсің, иемін, сенің осы сөзің айқын болуын қалаймын. Ол анық болу үшін, жүрегімізге қону үшін, тазаны арамнан айыруды үйренуіміз үшін. Шайтанды тану үшін, иеміз, оны қандай үмітпен киінсе де тану үшін. Киелі рух бізді үйретсін, Құдайым. Бізді оған үйрет, сұр аймақтарда өмір сүрмеуіміз үшін, қасиеттілікте, әділдікте, ақиқатта, күш-қуатта жүруіміз үшін. Және барлық даңқ саған тиесілі. Әмин. Мен келесі қызмет туралы хабарландырудан бастаймын. Келесі қызмет келесі сенбіде болмайды. Бәрі басталады, бірақ дұға болады, бірақ мен болмаймын. Мен сол жаққа кетемін. Қанша уақытқа екенін білмеймін. Мүмкін 10 күндей Краснодарда болмаймын. Ал сондықтан ұшып келемін, яғни келесі жолы болмаймын. Ал содан кейін ұшып келемін. Әрі қарай уағыз айтамын, бұл бізде бүгін. Осы сөздің, осы уағыздың бірінші бөлігі. Ал содан кейін мен ұшып келемін, қашан екінші бөлігін уағыздаймын. Уағыздың атын сұр аймақтардың қарғысы немесе шайтанның ізі деп қойдым. Бүгін біз шайтан туралы айтатын боламыз. Христиандардың білесің бе, үлкен проблемалары бар. Исаны бәрі біледі. Иса деген кім? Бірақ шайтан туралы шіркеулер оны елемеу